Сәлем оқырман, бүгін сіздермен медовик тортының рецептісімен бөлісемін. Подписаться батырмасын басып, арнаға жазылып кетулеріңізді сұраймын. Бірінші кезекте ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, оның үстінен керек мөлшерде қант қосып, және тұзымызды сеуіп, және оның үстінен керек мөлшерде бал салып, барлығын біркелкетіп араластырып аламыз. Және оның үстінен сармай саламыз. Массамызды араластырып болғаннан кейін оны отқа қойып қыздырамыз. Ол қатты қайнап кетпеуі керек. Ақырындап бетіне көбік шыға бастаған кезде оттан ала берсек болады. Міне массамызды қазір оттан түсірдік. Беті осылай көпіршіп, асты сарғыш түске енеді. Оның үстінен керекті мөлшерде содамызды салып, біркелкі барлығын араластырамыз. Соданы салғаннан кейін массамыз кішкене көпіршіп, көбейе бастайды. Енді осы күйінде суытуға шамамен жарты сағатқа қойып қоямыз. Мен бұл массаны 20 минут суық суда суытып алдым. Жылы күйге енген кезде үстінен ұнын салып, әрі қарай қамыр илей берсек болады. Ұнымызды шетінен салып отырып, бұл массаны қоюландырып аламыз. Қоюланғаннан кейін үстелдің үстіне ұн сеуіп, сол үстелдің үстінде басын біріктіретін боламыз. Қамыр дайын болған кезде де ол кішкене қолға жабысып тұрады, бірақ сол күйінде шамамен 30 минутқа морозильникке қойып, сәл қатырып аламыз. Осындай ыдысқа не болмаса целлофанға салып. Сәл суық жерде тұрғаннан кейін жұмыс істеуге өте ыңғайлы болып, қолға жабыспайтын болады. Енді крем жасауға кірісе берсек болады. Біз осындай қанттан қазір сахарный пудра жасайтын боламыз. Егер сізде де сахарный пудра болмай қалса, кәдімгі қантты блендерге салып, блендердің көмегімен оны ұнтақтап, осылай сахарный пудра жасап алсаңыз болады. Міне бізде қант ұнтағы дайын, ол сондай майда болып, креммен жұмыс істегенге өте ыңғайлы болып шығады. Енді мен 20% қаймақты алып, оны ыдысымызға салып, үстінен тәттісіне қарай керегінше сахарный пудраны салып, оны жақсылап араластырамыз. Шамамен 4-5 минут қозғаған кезде өте қою, жақсы крем пайда болады. Егер бұдан да қатты қоюландырғыңыз келсе, кәдімгі қоюландыратын загуститель алып, сонымен одан да қатты плотный крем дайындасаңыз болады. Мен әдетте медовикке осындай кішкене сұйықтау крем пайдаланамын, сол кезде өте жұмсақ болып, жақсы болып шығады. Қамырымызды жарты сағат мұздатқышта ұстадық, суыған, жұмыс істеуге ыңғайлы осы қамырымызды алып, енді дөңгелектеп, жайып, оны пісіруге жібереміз. Өзіңіздің қалауыңызша қамырды бөліп, оны осылай дөңгелектеп, противенде не болмаса пергамент қағазының үстінде осылай жаятын боламыз. Қамырмен жұмыс істеу оңай болу үшін осылай ұн пайдаланамыз. Енді қамырымызды жайып, оны пешке салып, жақсылап қызарғанша пісіріп аламыз. Пергамент қағазын алған кезде міндетті түрде құрамында силиконы барын алуға тырысыңыз. Себебі басқалары арзан болғанымен, ол қамырмен жұмыс істеуге өте қиын болады. Қамырыңызды жабыстырып алып, не болмаса піскен кезде де одан алынбай қиындықтар туындауы мүмкін. Міне біз біріншісін пешке жіберіп, екіншісін жайып жатырмыз. Қамырыңыз пеште қызарғанға дейін пісіріп, шамамен әрқайсысы 5 минутта пісетін болады. Мен үшін қамырды пісірген кезде бұның формасы маңызды емес, себебі қазір пісіп болғаннан кейін жан-жағын арнайы дөңгелекпен кесіп, пішіндеп алатын боламын. Міне бізде осындай деңгейде қызарды. Қаншалықты қызарту бұл өз қалауыңызда. Тіпті пергаментті екінші рет пайдалануға жіберіп жатырмын, ол қатты күймеген. Және көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырдан да оңай алынып, осылай біркелкі болып түседі. Біз дайындаған рецепт бойынша 10 корж шықты. Оның 7-еуін мен тортқа пайдаланып, 3-еуін сыртын сәндегенге пайдаланатын боламын. Біз корждарымызды дайындап болдық, креміміз дайын. Енді тортымыз түп-түзу болып шығу үшін құрастырғанда осындай кольцоны пайдаланатын боламын. Шамамен құрастыру кезінде әр қалыңдыққа 3 қасықтан крем кетті. Негізі рецепт бойынша жазылған 1 шелек сметанадан толық бір тортқа жетерліктей крем шығады. Медовик тортын дайындау кезінде креміңізді қатты қою, яғни плотный қылмай, сәл осында сұйықтау қылсаңыз өте жақсы сіңеді және тортыңыз да сондай жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Тортымызды құрастырып болғаннан кейін кольцосын шешпей, осы күйінде шамамен 30-40 минутта холодильникке қойып, біраз суытып аламын. Неғұрлым көп уақыт тұрса, соғұрлым тортыңыздың кремі бір-біріне сіңіп, өте жақсы болып шығады. Менде уақыт аз болғандықтан 40 минуттан кейін холодильниктен шығарып, қалған корждардан осындай блендердің көмегімен үгітіп печенье жасап, оның сырттан сәндеуге кірісіп кеттім. Міне зубочисткамен осылай қаншалықты жұмсарғанын тексеріп көрсеңіз болады. Кольцомызды ақырындап шешіп, оның жан-жағында қалған кремдерді сыртына жағып, яғни қазір біз осы печеньені жапсырған кезде көмектесу үшін
бір кетіп тегістеп аламыз. Тіпті қазірдің өзінде біздің тортымыз біршама жұмсарып қалған. Енді бұдан кейін тағы да 4-5 сағатқа холодильникке қалдырамын. Сонда өте жұмсақ, сондай нәзік болып шығатын болады. Енді өзіңіз қалағанда етіп, оны сәндей бересіз. Әрине мен ең оңай түрін таңдадым. Міне біздің тортымыздың сырт келбеті. Енді холодильникте 4-5 сағат ұстап, жұмсартып аламын. Міне біздің тортымыз дайын болды. 5 сағат холодильникте ұстадық. Кремі өзінің бойына сіңіп, көріп тұрғандарыңыздай туралғанда да жұмсақ, өте жеңіл кесіледі. Арнамдағы өзге де рецепттермен тағам дайындап, жақындарыңызды қуантып тұруға кеңес беремін. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар.